Әлем квиз чемпиондар. Бүгін біз сурет арқылы қазақша жұмбақтарды шешеміз. Әр суретке мұқият қара, себебі жауап бірден көрінбеуі мүмкін. Барлығы 40 жұмбақ болады. Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, өз пікіріңді қалдыр. Бірінші жұмбақ. Ұстарамен алынбас, үйісіп тұрған қалың шаш. Ол не? Әрине, егін. Қар астында қыстағаны, жасыл бөрік тыстағаны. Жауабы қандай деп ойлайсың? Суретке мұқият қара. Әрине, күздік егін. Жерден шығар көгеріп, беліне қылыш байланып. Әрине, бұл жүйрі. Көк лағым көгенде жатып семіреді. Ойы. Көк лағым көгенде жатып семіреді. Әрине, бұл қарбыз. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызғылт дәу жатыр. Иә, бұл қызылша. Келесі жұмбақ. Әр желінің асты толған көк қоян, жаз болғанда көк қоянды жеп қоям. Суретке мұқият қара. Әрине, ол қияр. Жер астында қызыл қыз отыр. Жауабы қандай деп ойлайсың? Әрине, сәбіз. Жаздай інге тығылып жатқан қызыл түлкіні құйрығынан суырып аламын. Әрине, бұл сәбіз. Келесі жұмбақ. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Әрине, бұл пияз. 10 жұмбақ. Аяғынан қас тұрған, қалпағы бар ан тұрған. Әрине, саңырауқұлақ. Кезекті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Қандай жануар болуы мүмкін? Әрине, бұл түйе. 2 айнасы бар, 2 найзасы бар. Бұл қандай жануар деп ойлайсың? Әрине, сиыр. Аққұман жүр жүзіп, су бетін сүзіп. Әрине, бұл аққу. Талдың басында, кемі бар қасында, там тұр саялы, достары аялы. Бұл не деп ойлайсың? Бұл қандай зат? Әрине, құстың ұясы. Шықпайды үйден, тоны жібектен. Бұл өте оңай сұрақ. Әрине, мысық. Жол бойында жортқан, сыбызғысын тартқан. Бұл қандай жануар деп ойлайсың? Суретке мұқият қара. Әрине, ол қасқыр. Сатайын десем ауыр кілем, сатпайын десем тәуір кілем. Жауабы қандай деп ойлайсың? Әрине, жер. Үлкен түйені тастап-татам шөгеріп, көркеші бұлтқа тиген. Қандай жануар? Иә, бұл жануар емес, бұл тау. Ақ жылан аяғы жоқ, көзде жоқ, тоқтамай қысы жазы кезе берер. Қандай зат деп ойлайсың?
Әрине, бұл өзен. Қолы жоқ, сурет салады, тісі жоқ, тістеп алады. Суретке мұқият қара. Әрине, бұл аяз. Аяғы жоқ жүреді, сылқ-сылқ күледі. Әрине, бұл су. Құлағы мен көзі жоқ, жоқ тіпті қол мен аяғы. Біраз ғажап өнерпаз мәнерлеп бою ояды. Әрине, бұл құрал. Қанаты жоқ ұшады, аяғы жоқ желеді, аузы жоқ, бірақ ұлиды. Қандай жауап? Бұл боран. Құлақ мылтық жер теседі. Суретке мұқият қара. Әрине, тамшы. Төңірегі тең көрініп, тегін жатыр төңкеріліп. Аспан. Бір қоян қайың тауды арқалаған, жолында отын гауһар болып жатыр. Қандай жауап? Әрине, сағым. Тең киіз, екі ортасы кең киіз. Жауабы қандай деп ойлайсың? Әрине, аспан мен жер. Ар жағында орманның, ар жағында таулардың, алтын кеспек домалар. Қандай деп ойлайсың жауабы? Әрине, бұл күн. Тақиям толған сүк, ерте тұрсам дым да жоқ. Суретке мұқият қара. Әрине, бұл жұлдыздар. Көп моншақ үй үстіне қойдым шашып, кетеді әлгі моншақ бәрі қашып. Бұл да жұлдыз. Айдаһар күндіз жатып, түнде шығар. Әрине, бұл ай. Үйде жездем жатыр, жез белбауын орап жатыр. Әрине, бұл сыпырғыш. Сырты жаз, бірақ іші қыс. Әрине, бұл тоңазытқыш. Үрлесең жеп-жеңіл, елпілдеп кетеді. Ұшырсаң көктен гүл, бұлтқа да жетеді. Бұл шар. Мойыннан ұстаймын, ішінен қыдықтаймын. Бұл біздің домбыра. Өзі кірді ашады, суға салсаң қашады. Бұл сабын. Алпыс тісті айдаһар ағаштан тамақ жейді екен, жұтпай шайнап тастайды. Бұның жауабы ара. Керемет бір ит бар. Үй бағады өрмейді, аяғы жоқ жүрмейді, рұқсатсыз ол иттен адам үйге кірмейді. Әрине, бұл құлып. Бір керуен қатарында өңшең күйе, аузынан жалын шығар қара күйе.
Әрине, пойыз. Бір палуан өзі күшті қайраты мол, өзінен үлкен затты көтерер ол. Әрине, бұл құмырсқа.